Көп адам қан тамырларын тазалау үшін бір ғана ғажайып өнімді іздейді. Біреу сарымсақ ішеді, ал біреуі лимон мен зімбір қосылған сусын дайындайды. Енді біреулер түрлі қоспаларды қолданады. Бірақ ең маңызды сұрақ, қан тамырларында бляшка неге пайда болады және оларды қалай қорғауға болады? Бүгін біз осы туралы сөйлесетін боламыз. Холестеринді қалай бақылау керек? Қандай тағамдар жүрек пен қан тамырларына пайдалы, қандай әдеттер тамырларға зиян келтіреді және инфаркт пен инсульт қаупін қалай азайтуға болады. Алдымен бір маңызды нәрсені түсініп алайық. Қан тамырларындағы бляшка қалай пайда болады? Қан тамырлары бүкіл денеге қан жеткізетін маңызды жолдар. Олар арқылы миға, жүрекке және барлық мүшелерге оттегі мен қоректік заттар барады. Уақыт өте келе кейбір адамдардың қан тамырларының қабырғасында май тәрізді заттар мен холестерин жинала бастайды. Бұл жиналуларды атеросклероздық бляшкалар деп атайды. Бляшка көбейген сайын қан тамырының іші тарылуы мүмкін. Соның салдарынан қанның өтуі қиындайды. Егер жүрекке баратын қан тамыры қатты бітелсе, инфаркт қаупі пайда болады. Ал миға баратын қан тамырында қан айналымы бұзылса, инсультке әкелуі мүмкін. Бірақ бұл бір күнде болатын жағдай емес. Қан тамырлары жылдар бойы біртіндеп зақымдануы мүмкін. Сондықтан ең дұрыс шешім ауру асқынғаннан кейін емес, алдын ала жүрек пен қан тамырларын қорғау. Холестериннің бәрі бірдей зиянды емес. Холестерин деген сөзді естігенде көптеген адам оны бірден зиян деп ойлайды. Бірақ ағзаға холестерин де қажет. Мәселе оның мөлшері мен түрінде. Қандағы кейбір липопротеиндердің деңгейі жоғарылаған кезде олар қан тамырларында жиналуға ықпал етуі мүмкін. Әсіресе ЛДЛ, яғни жаман холестерин деп аталатын көрсеткіштің жоғары болуы жүрек қан тамырлары ауруларының қаупімен байланысты. Сондықтан холестеринді жай ғана сезім арқылы анықтау мүмкін емес. Адам өзін жақсы сезініп жүрсе де, қан құрамындағы көрсеткіштері жоғары болуы мүмкін. Сол себепті уақытылы тексеріліп, қажет болса дәрігердің кеңесін алу керек. Қан тамырларын тазалайтын бір ғана өнім бар ма? Шын мәнінде бір өнім барлық бляшканы толықтай ерітіп, қан тамырларын әп-сәтте тазартып жібереді деу дұрыс емес. Бірақ күнделікті тамақтануда белгілі бір өнімдерді көбейту жүрек пен қан тамырларының денсаулығын қолдауға көмектеседі. Ең пайдалы өнімдердің бірі майлы балық. Мысалы, албырт, сардина, скумбрия сияқты балықтардың құрамында омега-3 май қышқылдары бар. Олар жүрек қан тамырлары денсаулығына пайдалы тамақтану үлгісінің бір бөлігі бола алады. Балықты аптасына бірнеше рет жеу көптеген адамдар үшін пайдалы таңдау. Бірақ балықты өте көп майға қуырып жеудің орнына буға пісіру, пеште пісіру немесе қайнату жақсырақ. Маңызды өнім сұлы және тұтас дәнді тағамдар. Сұлының құрамында еритін талшықтар бар. Талшыққа бай тағамдар дұрыс тамақтанудың маңызды бөлігі болып саналады. Олар холестерин деңгейін бақылауға көмектесетін тамақтану үлгісіне кіреді. Таңғы асқа сұлы ботқасын жеуге болады. Оған қантты көп қосудың қажеті жоқ. Оның орнына жидек, банан, алма және аздап жаңғақ қосуға болады. Сонымен қатар қарақұмық, қоңыр күріш және басқа да тұтас дәнді өнімдер пайдалы таңдау бола алады. Көкөністерді ұмытпаңыз. Қан тамырларының денсаулығы үшін күнделікті көкөніс жеу өте маңызды. Әсіресе жапырақты көкөністер, брокколи, сәбіз, қызанақ және басқа да түрлі түсті көкөністер ағзаға пайдалы заттар береді. Ең жақсысы күн сайын бір ғана көкөніспен шектелмеу. Тамақтану неғұрлым әртүрлі болса, ағза соғұрлым әртүрлі қоректік заттарды алады. Түскі және кешкі асқа тәрелкенің бір бөлігін көкөністерге арнауға тырысыңыз. Жемістер мен жидектер де пайдалы. Көкжидек, құлпынай, алма, цитрус жемістері және басқа да жемістер пайдалы тамақтану рационына жатады. Бірақ жеміс пайдалы екен деп мөлшерсіз жей берудің қажеті жоқ. Әртүрлі әрі теңгерімді тамақтану маңызды. Жемісті тәтті сусынның немесе тәттінің орнына таңдаған дұрыс.
жаңғақтар мен тұқымдар: бадам, жаңғақ, жержаңғақ, асқабақ тұқымы және басқа да жаңғақтар мен тұқымдардың құрамында пайдалы майлар мен басқа қоректік заттар болады, бірақ олардың калориясы жоғары екенін ұмытпау керек. Сондықтан аз мөлшерде күнделікті рационның бір бөлігі ретінде қолданған дұрыс. Ең жақсы таңдау тұзы мен қант қосылмаған жаңғақтар. Ал қан тамырларына не зиян келтіреді? Бірінші орында темекі шегу. Темекі қан тамырларына және жүрекке үлкен зиян келтіреді. Олар атеросклероз бен жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін арттырады. Екінші маңызды фактор қозғалыстың аздығы. Күні бойы отырып, мүлде қимылдамайтын адамның денсаулығына қауіп жоғары болуы мүмкін. Міндетті түрде ауыр спортпен айналысу шарт емес. Күнделікті серуендеу, көбірек жүру, өзіңізге сәйкес дене белсенділігін таңдау да маңызды. Үшінші фактор дұрыс емес тамақтану. Өте көп өңделген тағамдар, трансмайларға бай өнімдер, артық қант, тұз және тым майлы тағамдар күнделікті рационның негізгі бөлігіне айналмауы керек. Төртінші фактор артық салмақ және қан қысымының бақылаусыз қалуы. Жоғары қан қысымы жүрек пен қан тамырларына қосымша күш түсіреді. Сондықтан қысымды мезгіл-мезгіл тексеріп отырған дұрыс. Инфаркт пен инсульт қаупін қалай азайтуға болады деген сұраққа жауап берейік. Біріншіден, қан қысымын бақылаңыз. Екіншіден, холестерин мен қандағы қант деңгейін қажет кезде тексеріп отыру керек. Үшіншіден, темекіден бас тартыңыз. Төртіншіден, күнделікті қозғалысты көбейтіңіз. Бесіншіден, тамақтануды біртіндеп жақсартыңыз. Бір күнде барлық тағамды өзгерту міндетті емес. Алдымен тәтті сусындарды азайтуға болады. Содан кейін көкөністі көбейтіңіз. Аптасына бірнеше рет балық қосыңыз. Тамаққа артық тұз қоспауға тырысыңыз. Тәттінің орнына жеміс-жидектермен алмастырыңыз. Осындай кішкентай өзгерістер уақыт өте келе үлкен нәтиже береді. Қорытындылай келе, қан тамырларын бір күнде тазалап жіберетін ғажайып әдіс жоқ, бірақ оларды ұзақ жылдар бойы қорғауға болады. Ол үшін дұрыс тамақтану, көбірек қозғалу, темекіден бас тарту, қан қысымы мен маңызды көрсеткіштерді бақылау қажет. Майлы балық, көкөністер, жемістер, сұлы және тұтас дәнді өнімдер, жаңғақтар жүрекке пайдалы рационның бір бөлігі бола алады. Ең бастысы бүгіннен бастап кішкентай қадам жасау. Денсаулығыңызды кейінге қалдырмаңыз. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Денсаулық туралы пайдалы ақпараттарды бірге жалғастырамыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.